You ain't messing with the flow, you ain't messing with my vision. Messing with the money, you ain't messing with decisions. Yeah, you messing with the team, then you messing with the squad. Mess with one of us, you be messing with them all. Yeah. Staying up late, making it right, living it up to my name. Focus on doing it better. You just be good, make every day like whoa. Бәріне сәлем, сіздермен бірге Мұрат Версен. Бүгінгі видеода мен сіздерге қызға қалай ұнауға болатыны туралы өз ойымды айтқым келеді. Ал енді кеттік. Бірінші пункт, ол бізде таза аяқ киім. Я жігіттер, сіздердің аяқ киімдеріңіз өте таза болуы тиіс. Менің көп дос қыздарынан сұрасам, олар ең бірінші жігіттің таза аяқ киіміне қарайды екен. Сондықтан да сіздердің аяқ киімдеріңіз таза болуы керек. Немесе жаңа, немесе почти жаңа болуы тиіс. Бірақ жыртық емес, тесік емес. Ең бастысы сол. Ал енді біз екінші пунктқа кеттік. Екінші пункт ол бізде жігіттен жақсы иістің шығуы. Әрине, сіз егерде өзіңізге бір жақсы парфюм немесе духи сеуіп алып өзіңізден бір жақсы иіс шықса, өте керемет болады. Әрине, какой-то там бір жай ғана бір духилар болмасын, бір өзінің духиі шынымен де бір адамды еліктеп алып кететіндей духидің иісі болса, сіздерге өздеріңізге бұл плюс болады. Сондықтан да екінші пункт ол бізде жігіттен жақсы иістің шығуы. Үшінші пункт ол бізде ұқыптылық. Менің ойымша әрбір жігіт өзі ұқыпты болуы тиіс. Әрине, ұқыптылық әрбір қызға ұнайды. Сондықтан да ұқыпты болуларыңыз керек. Ұқыптылық ол бізде шаштың ұқыптылығы және киімдегі ұқыптылық. Мысалы, сіздің киіміңіз бәрі өте үтіктелген, таза, ешқандай тесік, жыртық болмауы керек. Сондықтан да оған даже аяқ киімдер жазады. Шашыңыз, киіміңіз бәрі ұқыпты болу керек. Сондықтан да ұқыптылық үшінші пунктқа қоямыз. Төртінші пункт ол бізде жігіттің қызбен сөйлесе алуы. Әрбір қыз жігіттің өз екеуінің әңгімесін ұстап тұрғанын өте қатты қалайды, және де қызбен сөйлесе алатын жігіттердің мүмкіндігі көбірек болады, және өте ұялшақ, жабық жігіттерге қарағанда. Сондықтан да төртінші пунктта біз қызбен сөйлесе алуды білуіміз керек. Бесінші пункт ол бізде жігіттің өзінің көңілшектілігі болуы, юморы болуы. Әрине, қазіргі кезде қыздардың көбіне юмор қатты ұнайды. Өйткені жігіт өзі қалжыңдап, сөйтіп көңілін көтере аласыз қыздың. Әрине, каждый 5 минут сайын қалжыңдаудың керегі жоқ. Ондай адам ешкімге де ұнамайды. Өз орнымен кейбір сөздерге, кейбір қалжыңдап, өз орнымен қалжыңдасаңыз сол жеткілікті. Сіздің осы пункттарды орындағаныңыздың арқасында сіздің қызға ұнау процентіңіз 80% деп ойлаймын. Әрине бәрін ұқыптылап, дұрыстап істесеңіз. Каналыма жазылып, лайк басып, мені қолдап отырыңыздар. Мен сіздерге өз рахметімді айтқым келеді. Келесі видео осыған бір 15 немесе 30 лайк жинасаңыздар шығады. Өзімнің ойларым бітті, сіздерге айтқым келген. Бәріңізге рахмет. Сау сәлематта болыңыздар. Messing with the money, you ain't messing with decisions. Yeah, you messing with the team, then you messing with the squad. Mess with one of us, you be messing with them all. Yeah. Staying up late, making it right, living it up to my name. Focus on doing it better. You just be doing the same, you doing it lame. I'm doing like everything changed. Forget all the money, forget all the fame. I still would've done it if they would've played all of the music I make every day. Like whoa, crazy the way the world goes. Blind when you look at it close. Zoom out when you viewing the picture. Perspective is all that we know. I'm all on my zone, I'm all on my own. Keep making a difference, I'm chasing the tones. I'm finding myself with the more that I grow. Get out of my way as I'm picking the road. You ain't messing with the flow, you ain't messing with my vision. Messing with the money, you ain't messing with decisions. Yeah, you messing with the team, then you messing with the squad.